Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін самса дайындайтын боламыз асқабақтан. Ең бірінші қамырымызды су қосып, тұз қосып илеп қоямыз. Енді асқабақтарымызды теркадан өткізіп, пиязымызды майдалап тураймыз да, ішіне тұз, татымына қарай бұрыш қосып, және сұйық май қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Қамырымызды осылай жұқалап жайып, ішіне май құйып, жақ шығамыз. Және осылай орап аламыз. Және де осындай кішірек көлемде бөліп, домалақ жасап, кішірек көлемде жайып аламыз. Барлығын жайып болған соң, дайындап қойған салмамызды ішіне салып, түйіп шығамыз. Құрметті көрермендер, менің YouTube арнамдағы видеолар ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Табамызды майлап, самсаларымызды орналастырып, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Және де осылай бетіне мак сеуіп шығамыз. Пешімізге пісіреміз. Міне самсаларымыздың түрі осындай болып шықты. Жұмсақ әрі асқабақпен дәмді болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.